Құдық қалай пайда болды? Баяғы заманда бір өзен маңында патшалық өмір сүріпті. Бір жылы жаз тым ыстық болыпты. Ешқандай жаңбыр жаумаған. Өзен көлдердің барлығы кеуіп қалған. Адамдар қатты уайымдапты. Мұңын айту үшін халық корольге келіпті. Көптен бері жаңбыр жаумады, жер беті күйіп барады, деді егіншілер. Аулайтын балық та жоқ, деді балықшылар. Біз қалай өмір сүреміз? Бізді құтқаршы, деді халық патшаларына. Қуаңшылықтан бізді құтқар, мейірімді патшам, деп жылады әйелдер. Шөлден өліп барамыз, деп жылады балалар. Патша өзінің уәзірлерін барлық бағытқа жұмсап, су іздеп табуды бұйырады. Бірінші уәзір су табу үшін күншығысқа кетеді. Екінші уәзір оңтүстікке су іздеп кетеді. Үшінші уәзір болса батысқа су іздеп кетеді. Ал төртінші уәзір солтүстік жаққа су іздеп кетеді. Уәзірлердің су іздеп бармаған жерлері қалмайды. Олар қалың ағаш арасынан да су іздейді. Олар сайдан да, таудың басынан да су іздейді. Үш уәзір қатты шаршайды, су таппай ерлеріне қайтады. Бірақ солтүстікке кеткен уәзір ғана су іздеуді жалғастыра береді. Ол ақыры мұз қоршауында жатқан ауылды іздеп табады. Уәзір таудың етегінде келе жатып демалып отырады. Оның қасынан бір қарт әйел өтіп бара жатады. Қарт әже уәзірдің қасына отырып, жөн сұрайды. Уәзір өзінің қай жақтан келгенін айтып, көкжиекті нұсқап көрсетеді. Өзінің керемет патшалықтан келе жатқанын, халықтың сусыз қиналып отырғанын, жаңбыр көптен жаумағанын айтып түсіндіреді. Сіз бізге су табуға көмектесе аласыз ба? Әже уәзірді бір үңгірге ертіп барады. Біз мұны мұз деп атаймыз. Біреуін ал да еліңе қайт. Енді сенің еліңде әрқашан су болады, дейді. Уәзір қатты қуанып кетеді. Мұздың ең үлкен бөлігін бөліп алып, арбасына салып алады. Арбаға мұзды салып, жіппен байлап қояды. Мұз жол бойы еріп, кішірейе береді. Елге жеткенше мұз еріп, тым кішкентай болып қалады. Патшалықтағы адамдар бұрын мұз көрмепті. Мұзға таңданып қарайды. Бұл судың тұқымы, дереу тұқымды топыраққа көміңдер, деп патша бұйырады. Егіншілер мұзды шұңқырға салады да топырақпен бетін жабады. Су еріп жоқ болады. Мұзды іздеп егіншілер жерді қаза береді. Сөйтіп терең құдық пайда болады. Егіншілер жер қазудан қатты шаршайды. Ақыры ұйықтап қалады. Таңмен патша келіп, құдықты қарайды. Не деген ғажайып, деп патша таң қалады. Егіншілер патшаның дауысын естіп құдыққа жүгіреді. Құдықтың іші сумен толған екен. Ең алғашқы құдық осылай пайда болған екен.